Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі булочкалардың 4 түрлі формаларын көрсететін боламын. Көрсетілген өнімдерді барлығын рет-ретімен қосасыздар. Сүт жылы болу керек міндетті түрде. Ұн қосып болғаннан кейін 3 ас қасық май, сұйық май қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолыңызға жабыспайды. Сұйық май қосасыздар, артық ұн қосудың қажеті жоқ. Сұйық май қолыңызға жабыстырмайды. Мінекей, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша керекті бөліктерге бөліп аласыздар. Менде осы мөлшерден 25 бәліш шықты. Әрі қарай жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін көрсетілгендей домалақтап алдым. Мінекей 25 бөліктерге бөлінді. Ең бірінші жүрекше тәріздес форманы көрсететін боламын. Ол үшін қамырымызды жайып алып, ертілген майымызды жағамыз, қантымызды себеміз де көрсетілгендей бүктейміз. Жан-жақтарын бекітіп, ортасын пышақпен кесесіздер. Мінекей өте әдемі, осындай жүрек тәрізді, яғни плюшка дейді кезінде. Келесі формамызды өте әдемі шығады. Осылай қолымызбен жайғастырып, мінекей пышақпен кесіп аласыздар. Мен сгущенка қостым, қоспасаңыздар да болады. Менің отбасым аса ұната бермейді, өрік, мейіз қосып жатады ғой. Сгущенка дегендер ұната бермейді екен. Тек қана жаңағы ештеңесі жоқ, сондай тәтті бәліштерді жақсы көреді. Салмасына өз қалаларыңыз бойынша варенье, немесе сгущенка, немесе творог қоссаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Келесі түрі ол тіптен оңай, міне көрсетілгендей үшке бөліп, гүл тәріздес қылдырып жасайсыздар. Мынау рогалики. Рогалик жасаудың да оңай тәсілі бар негізі. Мен артықнан қалдыруға ұмытып кетіппін, көрсететін едім. Осылай жасасаңыздар да әдемі шығады. Барлық булочкаларды жұмыртқаның сары уызымен жағып шығасыздар да 20-30 минутқа қалдырасыздар. Булочкаларыңыз тағы да әдемі болып көтеріледі. Бетін жауды ұмытпаңыздар. Екінші партия. Осындай әдемі қызарғанша 180 градуста пісіріп аласыздар. Және де булочкаларыңыз ыстық күйінде сахарный пудра себуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.